сосын мынау депутат мырзаларға, министр мырзаларға айтарым бар. Билікке, жалпы билікке айтарым бар. Сіздер қарапайым халықтан қорқпаңыздар. Сіздер бір қадам оларға аттасаңыздар, мынау қарапайым өзі халық сіздерге 2 қадам жасайды. Мақтап сізді биікке көтереді. Егер мынау солардың сұрақтарын, қойып жатқан талаптарын шешіп отырсаңыздар, оны шешетін жағдайларыңыз бар ғой. Өте қиын емес те оны шешуге. Сіздерге шешілмейтін сұрақтар болмайды. Сіздер сол үшін отырсыздар, шеше алатын болғасын сол жерде. Бірақ сол есіктеріңізді ашсаңыздар, жай ғана мынандай қабылдайтын күн мынандай деп, сосын барып жазыламыз десе, бос орын жоқ, уақыт жоқ болып шығады. Жүздеген адамдар 1-2 ай бұрын жазылып, сондай секілді. Сіздер қазір мынау онлайн нелер жетеді ғой, платформалар, иә. Сондайларға шығып отырыңыздар, кәдімгідей онлайн чаттарға шығып, сондай адамдармен қарым-қатынасқа түсіңіздер. Анау мектептен өздеріңіз лоббиларыңызды тартып, отырып алып, соларға дайындап қойған сұрақтарыңызбен ғана емес, қарапайым халықты тыңдау біліңіз. Сол кезде сіздерге халық өзі тартылады, биікке көтереді, сенетін болады, егер солардың сұрақтарын шешсеңіздер. Ал егер сіздікі жай мынау отпискамен болсын, жай әңгімені құлақтан тебу дегені болып сөйтіп жүре берсеңіздер, кім сіздерді сыйлайды? Ешкім сыйламайды. Құлақтан тебуді қойыңыз. Айттыңыз ба, істеңіз.